Түсіңді бейпіл ауызға жорытпа. Түс Тәңірі жаратқан кереметтің ең кішісі екен. Ол үш түрлі болады. Алғашқысы шайтани түс. Бас аяғы жоқ, адамды мазалап, түсініксіз күйге түсіретін шым-шытырық түсініксіз түс. Ел оны шайтанның әсері деп сенеді. Екіншісі періштелер көрсететін түс. Ол таң алдында көрінеді. Өте қысқа және ап-анық болады. Есіңнен шықпайды. Бұл түсті келешектегі жақсылық жамандық ишараттан белгі хабар деп ырымдайды. Үшіншісі қияли түс. Бұл шайтан мен періштенің әсерінсіз адамның өзі көретін түс. Мұны адам қатты шаршағанда немесе қатты ойланып мазасызданғанда көреді екен. Түс сөзінің төркіні реңсіз дегенді білдіреді. Адам түсті жору арқылы оған рең, түс береді. Дұрыс жорылмаса, түс